Қызым, қайда шықтың? Көшеге, мүмкін қыздармен танысып қалармын деп шықтым. О, жақсы, дұрыс. Көшеге барып, таза ауа демалып қайт. Маржан сияқты телефонда отқаннан гөрі осылай қыдырған дұрыс. Тамақ піспей жатып кел, жарай ма? Иә, әрине. Мен кеттім. Дала жаңбыр екен ғой. Ана қыз кім? Мен де танымай тұрмын. Жаңадан көшіп келген сияқты ғой. Давай танысамыз. Давай. Сәлем, қыздар. Сәлем. Сәлем. Сен жаңадан көшіп келгенсің ба? Иә. Менің есімім Мариям. Менің есімім Аружан. Мен Кадина. Танысқаныма қуаныштымын, қыздар. Бізде. Айтпақшы, сен қай үйде тұрасың? Қай үйге көшіп келдің? Мен анау Жұмабек ата бар ғой, сол атаның үйінің артында үйге. Шын айтып тұрсың ба? Иә да. Ол үй жайлы ештеңе естімедің ба не? Сол естімедім, бірақ маған да біртүрлі сияқты ол үй. Мә, саған бір нәрсе айтуымыз керек. Давай бер келші. Не болды? Бір күні ол үйде бір хозяин өліп қалған ғой. Сосын сол үйде елестер пайда болған. Енді көп уақыт бойы ешкім тұрмаған соң елестер, домовой сондайлар пайда болған ғой. Да, потом көршілері байқағанда, что ол үйдің есіктері өзінен өзі ашылып жабылатын. Я, сосын барып бір күні бір дауыстар шыққан екен. Даже біртүрлі қорқынышты дауыстарда. Я, еще ол түнде сондай дауыс шыққан ғой. Не деп тұрсыңдар, шын айтып тұрсыңдар ма? Я, мама, ужас. А потом не болды? Потом ол үйді бір адамдар сатып алған. Сосын ол үйде тұрғанда уже бір-екінші күндер уже біртүрлі болғанда. Сосын барып, короче, ол үйден көшіп кеткен. Вот енді сендер сатып алып тұрсыңдар ғой сол үйді. Не? Бәсе, неге ол үй арзан екен деп қоям? Тым арзан болған. Әдетте үйлер қымбат болушы еді ғой. Сендер тезірек ол жерден көшіп кетіңдер. Я, а то жаман болады. Жарайды, рахмет сендерге айтқандарына. Мен мамама айтып көрем, сосын басқа жерге көшуіміз керек. Өзім де білгем, что бір нәрсе дұрыс емес сияқты болды. Жарайды, жақсы, мен кеттім, тезірек айтайын. О, қызым, как раз келдің. Анашымызға бір нәрсе айтуым керек. Я, не болды? Қазір сізге бір нәрсе айтайын. Мама, бұл үйден тезірек көшу керек. Себебі бұл үйде елестер бар екен. Түбі бір нәрсе болды екен ба десем. Неге көшеміз, қызым? Нормальный үй. Жоқ, бұл жерде көрші жанында тұратын қыздар айтты, бұл жерде елестер болған деп. Мама, тезірек көшіп кетуіміз керек. Ойбай, қызым, жақында ғана көшіп келдік қой. Қай жерге қайтадан көшеміз ба? Я, бұл үйде мүлдем қалмау керек. Уақыт бар кезде көшіп кету керек. Қыздардың айту бойынша бұл жерде елестер болған, және де есіктері өзінен өзі ашылатын болған дейді. Ал түнде вообще қорқынышты болады. Сол үшін, мама, өтінемін, көшіп кетуіміз керек. Жарайды, қызым, шайымызды ішіп алайық, сосын мен квартира іздеуге көшемін. Жарайды, жақсы болды. Не, қайтадан көшеміз ба не? Иә, сен естімедің ба мен не айтқанымды? Мен еститін уақытым жоқ. Болды, қызым, телефонды қой, шай ішеміз. Мама, квартира таптыңыз ба? Міне іздеп отырмын, қызым. Қазір мына квартираны көріп қалдым, жақсы сияқты былай. Звондап сөйлесуім керек. О, жақсы болды ғой. Әйтеуір табылса болды. Шынымен де тез арада көшіп кету керек. Мына үй что-то біртүрлі болып тұр. Бағасы да тым арзан. Бұндай тым арзан үйлерді мен көрген емеспін. Иә. Бүгін сол квартираға барса бола ма? О, жақсы. Аха, онда барамыз бүгін. Мама, қайда барамыз? Жаңа квартира таптым ғой, сол иесіне хабарластым, сонымен қазір бара берсе болады дейді. Онда заттарымызды тезірек жинайық, сосын кетейік. Бұл жерде кеш болмай тұрып кетіп қалғандарымыз дұрыс болады. Так, қане заттарымызды жинаймыз барлық. Ештеңке қалдырмаймыз. Жүр кеттік, заттарымызды жинаймыз ғой. Я. Жарайды, қыздар, заттарымызды жинайық. Мен мына жердегі заттарды жинайын. Мен өзім бөлмемді жинайын.
Мен ана жақты жинайын. Так, мына бөлмеден бәрін алдым. Еш нәрсем қалып қойған жоқ па? Қызым, не болды сонша? Ана жерде елес бар екен. Мама, мен шынымен де елес көрдім. Не? Елес көрдің ба? Шынайып тұрсың ба? Қане, жүр, көреміз бірге. Мына жерден тезірек кету керек, точно. Мама, мен қорқам, ана жерде кәдімгідей елес тұрды. Болды, қызым, қорықпа. Қане, көрейік. Мына жерде, ана үстінде тұрды. Қызым, ештеңе жоқ қой. Мына жерде тұрды, мына үстінде. Жарайды, болды, кеттік. Светті өшірейік, кетейік. Болды, қызым, қорықпа. Қызым, сен жинастырдың ба? Телефон көріп отырсың ба? Міне жинастырып отқанмын. Ту болсаңшы, кеттік, жүр. Ештеңе қалып кетпеді ма? Ештеңе қалып кетіп жүрмесін. Болды, үйде ештеңе қалмады, енді кетейік тезірек, ана квартирамызға барамыз. Жақсы, құлтадық, енді кеттік. Солайша олар осында елес үйден құтылады.